Сәлем достарым, менің каналыма қош келдіңіздер. Қазіргі таңда трендке айналған осындай браслетті жасалу жолын сіздермен бөлісетін боламын. Бізге керекті заттар осындай төртбұрышты хрусталь тастары керек болады. Мен гранатовый түсін таңдайтын боламын. Түсіне сәйкес шамбала жіптері. Золото керек болады, мендегі 4 сантиметрлік. Зажигалка, қайшы, қысқыш керек. Мен иненің орнына осындай проволоканы таңдадым. Скотчтың орнына лекипластир алдым. Иненің орнына проволокадан кішкене бөлігін қиып алатын боламын. Шамбала жіпті мен көз өлшеммен қиып алдым. Сіздер де өз қолдарыңызда өлшеммен қиып алыңыздар. Жаңағы кесіп алған проволокамызды осы жіптің басына тағамыз. Сабақтаудың қажеттілігі жоқ, проволокамен жұмыс жасаған өте оңай. Сіздерге де осындай сыммен жұмыс жасауға кеңес беремін. Жібіміздің соңын жақсылап түйіндеп аламыз. Енді түйінделген жерімізге хрусталь моншақтың біреуін жібереміз. Видеода көрсетілгенде келесі бетінде жақсылап түйіндеп аламыз. Бұл браслетіміздің бауы. Енді золотымызды араластыра отырып, 18 моншақты тізіп шығамыз. Міне моншағымызға 18 моншақты тізіп шықтық. Мен қателік кетпес үшін қайтадан тағы санап шығам. Енді браслетіміздің ұштарын теңестіреміз. Келесі басына да моншақты қадап шығып, екі жағынан түйіндейміз. 18 моншағымыздың да екі жағын түйіндеп шығамыз. Моншақтарымыз жан-жақта шашырап кетпес үшін. Енді жібімізден 10 сантиметрде қиып аламыз. Браслетіміздің ең маңызды және кішкене қиын жері осы жер. Браслетіміз бір қалыпта жылжып кетпес үшін скотчтың көмегі арқылы браслетімізді қадап қоямыз. Жаңағы кесіп алған жібімізді браслетімізге екі бұрышын теңестіре отырып байлап аламыз. Енді видеода көрсетілгенде оң жақ беттегі жіпті айқастыра қойып, ал сол жақ беттегі жіпті астыңғы жағынан өткізіп тартамыз. Енді дәл осы өрімді керісінше сол жақ беттен қайталаймыз. Осылай алма-кезек жібіміз таусылғанша өріп шығамыз. Әр өрімді өрген сайын жақсылап жіпті тартып шығыңыз. Бір қарағанда өте қиын болып көрінгенмен, үйреніп алсаңыздар өте оңай. Міне мен өрімді аяқтап болдым. Енді соңғы түйінін жасайтын боламын. Артық жерлерін қиып тастап, зажигалкамен міндетті түрде күйдіреміз.
Міне менің браслетім дайын болды. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып пікір қалдырыңыздар.